Балас ханым, бұл сыйлық Абылайға Аяннан. Абылайға? Иә, осы момент айта кетейінші, жаңағы әңгімені бөле тұра. Абылай, мынау сізге мына жерде отырып, еркектігіңізді былай қойып, қыздың абыройын түсірудің қажеті жоқ, қалтаңызға сақ қойсаңыз, бұдан кейін қарыз емес Айдана сізге. Бұл жерде мен айта салайын. Рахмет, сыйлығыңа. Бұл жерде не ол? Саған қарыз екен ғой? Қарыз деп мына жерде қанша рет көтеріліп кетті, соны бүйтіп қалтаңызға сақ қойсаңыз. Бұл жерде мен ол теманы қозғаған жоқпын. Аян, саған айтайын, тағы да қош келдің. Бұл жерде қатысушылар қозғап кетті. Бірақ негізінде керек кезінде мен просто сұрап алғаннан кейін керек кезінде звондай салдым да. Мен ол кезде ол кісіге ғана емес, алған қатысушылардың барлығына звондап шықтым да. Осы жерде бір қатысушыға ақша керек болып отыр. Каспийна жібере салшы деп айттым да, болса дедім. Бұл кісі просто қазір жоқ деді. Сөйген жарайды деп қоя салған тема негізінде. Жоқ, сол кезде сіз қарызға бермегенсіз ғой негізінде. Оны қайдан білдің? Мен сен звондаған кезде қасында отырдым. Сол кезде саған Айдан айтты, сіз маған қарызға берген жоқсыз ғой нәрсені деп айтты. Мен не дедім сосын? Сол кезде жоқ, ондай емес, мына жақта біреуге керек болып жатыр, салып жібере қойшы дедің сен. Дұрыс қой, енді мен сонда мені ойлашы, еңбек. Жоқ, қалтасынан бүйтіп миллион шығаратын адам 10 мың теңгеге зәру болып қалды ма деймін мен. Зәру болып қалдым, аха. Зәру болып қалдым. Ақша менікі, мен иесімін ақшаның. Онда бермеу керек еді. Жоқ, қалай қыз бала сұрап тұр, мен сонда бермесем тағы жамамын, берсем тағы жамамын. Сонда мені кім көресіңдер сендер бұл жерде? Жоқ, онда майдаланып мына жерде шығармасайшы, ол еркектігіңе сын ғой сенің. Бұл жерде мен майдаланған нәрсе көріп тұрған жоқпын. Мен көрдім. Бар нәрсені шығарып тұр. Мен ол жерде рахмет айт. Мына жерде 100 пачка келмеген ме ше?